Салатымыз етсіз, осындай овощтармен фунчоза салатын жасап көрсетемін. Мен алдымен фунчозамды пісіріп алдым. Осындай сәбізді теркадан отырдым. Пересті, огурцыды осылай турап алдым. Кинза мен зеленый лук қостым. Майды қыздырып, осылай чеснок пен паприканың үстінен пішірлатып құйып аламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Бізде мынау не шөп деп қарап атқан шығарсыздар, бұл бізде микрозелень мангольд. Яғни свекланың осындай листиясы микрозелень оформлениеге осылай өсіріледі. Жеуге болады. Фунчозамыз дайын. Ас болсын.